ештеңе қалмай қалады. Ол вручение кейде кабинетте қалмай қалады ғой. Ол диплом алатындар ғана қалады деп сол сәтте өстіп осыларды берген кезде өте қуанышты болып қалар деп ойлаймын. Барлығына берген болса. Сөйтіп жаңағындай фотобумагаға мүмкіндік болса шығарып мүмкіндік бар. Принтер бар, цветной принтер. Шығарып береміз. Керемет, жақсы. Көңілдерін қалдырмай солай шығарсақ болады. Сонымен сол бір ауыз сөз, соны ғана подытожить етіп айтайын деген едім. Өздеріңізде тағы да бөлісетін ақпараттар болса айтып отырыңыздар. Ақпарат болғанда кеше бізге семинар болды ғой біздің мектепте. Сол жерде білгеніміз, енді өзім айта отырайын. Апай келді ғой осы. Жақында зумға кірген апай. Ақеркеш. Сол бізге айтқаны, нені қосамыз ғой, Wi-Fi-ді қосамыз ғой. Wi-Fi-ді қосқанда біз сырттан келетін неге шнурмен қосамыз ғой, көк шнурмен қосатын едік қой Wi-Fi-ді. Солсы да қосуға болады деді, роутерді ше. Тек қана доққа тығасын, 3 свет жанады деді. И оқушылармен жаңағы бірден в классе бар ғой, сервер в классе. Сонымен қосылуға болады деді. Бірақ сол жерде біз енді қосқан едік, қосылмады. Неге қосылмады деді, бірақ жаңағы айтишник өзімен хабарласып отырып сұрап етіп, бізде жаңағы сіз көрсеткен скачанные уроки деген тұр ғой жаңағы. Біздің режим учителя кіргенде скачанные уроки бізге айтқаны, өздеріңе басып қойсаңдар болады деген басында ше бізге, өзіміздегі жаңағы медиа ше. Сол енді айтады, олай емес, өзіңде скачать етуің керек бүкіл сабақты. И оқушылардың планшеттерінде барлығын скачать етсе, ол жаңағы тек қана роутерді доққа қоссаң болды, ар жақтан келетін бізге сыммен байланыстырамыз ғой, көк сыммен. Мектепке келген көк сыммен байланыстыратын, соны қоспасаң да болады дейді, сырттан келетін. Тек қана неге доққа тық қойсаң болды, 3 свет жанып тұрса болды дейді. Сол кезде бүкіл үйіңе ана жерде отырып сенде мүмкіндік болса скачать етсең болады дейді. Бүкіл мысалы оқушы 15 планшет бар ғой, 15 планшеттің барлығына скачать етіп қоясың. Сол кезде жаңа сервер в классымен бүкіл сыныптар кіре береді жаңа. Сен жаңа нені роутердің сырттан келетін несімен қоспасаң болады деп сондай бізге айтып кетті. Енді бәріміз соны істейміз, жарайды деп қалдық енді. Енді скачать етеміз, соны көрейік деп отырмын. Оны әлі жасап көрген жоқсыз ба? Жоқ, жасап көрмедік, бүгін мүмкіндік болмады. Енді ол үшін үйге алып келіп барлығын скачать ету керек болып тұр ғой, ол жерде мүмкіндік жоқ, ол жерде отырып бүкілін скачать ету. Бізге айтқаны, үйіңе барып істеп көрмесең, өткені ол жерге жаңағыдай қатты не керек екен деді, Wi-Fi-дің скорость көп болу жақсы болу керек. Скорость көп болу керек деді. Үйге барып скачать еткем деп айтты да, барлық жаңағы планшеттерді. Енді солай көріп, бізге енді біз балалардікін скачать етпегенбіз, тек қана өзімізге скачать еткенбіз, соны айтты да, сұрап көріп ек, оқушылардікінде скачать етсін, сол кезде ашылады деп бізге солай түсіндірді. Енді бүкіл жаңағы осы Түркістанның мектептерінің мұғалімдеріне барлығына түсіндірді ғой сол жерде тұрғанда. Сіздерде Әсем апай, программистеріңіз бар? Сол кісіге жүгініп көрмедіңіз бұл сұрақпен? Әсем апайға да солай түсіндірген ғой жаңағы. Но не получается, да? Ол кісі де сол жерде болды, бәріміз көрдік, былай көрдік, болмады. Енді сол тек қана мұғалімге ғана скачать етіңдер деп ол кісіге де солай түсіндірген де, Әсем бізге солай түсіндірген. Өздеріңе скачать етіп алыңдар сабақтың барлығын деп. Сөйтіп кеше енді айтқанда бүкіл оқушылардікінде скачать етіңдер деді. Енді солай бүкіл барлық планшетті скачать ету керек болып тұр ғой. Скорості қатты Wi-Fi-мен. Мен назарға жазып көрсем, қазір қоса аласыз ба десем, иә дейді.
Как раз осы сұрақ, бағанағы бірінші қойған сұрағыңыз екеуін қосып көрейік. Қазір ссылка жіберейін ол кісіге. Сразу осы моментті анықтап алайық. Қазір 1 минут. Так. Ага, қазір 1 минутта кіреміз. Сервер в классе, önce жаңағы QR-ымызды, QR-ды қалай әр оқушыға жеке жасағанын. Осы 2 момент уточнить етейік. Отыз минутқа жоспарланған еді. Үлгеретін шығармыз, уақыт болып көрінеді. Бұйырса, аха. Так. Бұлдыр талатында сіздің өзіңіздің алып қосарыңыз бар ма? Жоқ, біз екеуміз біргеміз, екеуміз проблемамыз бар дейді. Жақсы. Жаңа содержание дегенді түсіндіңіздер ма? Планшетті жаңағы қай сабақ, қандай уроктың номерінде тұрғанын, мысалы біздің КСП-лармен, біздің рабочий листтермен, біздің сабақ жоспарымызбен сәйкестендіретін момент түсіне алдыңыздар ма? Индекстің ішіне, по-моему, ішіне көрді ғой. Скачать ете алмадыңыздар ма? Негізі ол өте ыңғайлы, жақсы нәрсе. Кеше ана не жіберді ғой? Назар, саламатсыз ба? Сіздің көмегіңіз қажет еді. Конференциямызға қосылып, бізге түсіністік беруге атсалысқаныңызға рахмет. Бізде бір сервер в классе және оқушылардың QR-код деген бір екі мәселе бар екен. Біздің Түркістандағы мұғалімдерімізде. Көмектесіп айтып жүрсеңіз. Индира Мырзабековна, жаңағы сұрағыңызды қайталап жүрсеңіз. Жаңа QR-кодты түсіндірейін деген, бізде мысалы оқушылар, жаңадан келген оқушылар бар еді. Сол оқушылардың QR-ын қайта шығару үшін, мысалы, полный қайтадан пластика бір PDF болып шығады екен. Сол PDF-ті қайтадан PDF болып почтаға жіберейін десек, почтаға жіберілмей тұр да. Жаңадан келген оқушыларды қостыңыз, группаға? Иә. PDF шығарғанда PDF-тің өзі шығып тұр ма? PDF болып тұр, бірақ неге жаңа почтаға жіберілмей тұр. Барлық почтаға. Почтаға жіберген кезде қандай ошибка шығарып тұр, немесе қандай приложение қолданасыз, ол жақта Gmail ғой, өзінің несі бар ғой. Менің өзім почтам Gmail ғой, Gmail.com мен жіберіп отырмын, өзім почтама жіберіп отырмын. Алдыңғы біріншінде, мысалы, бірінші шығарғанда QR-ды, бірінші пайдаланғанда шыққан тұғын. Мысалы, 3 классым бар. 3 классым, мысалы, бірінші PDF, екінші, үшінші деп шыққанда, ал кейінгісінде өзгерткеннен кейін қайтадан шығарайын десем, ол мысалы өзім почтама бармайды. Қасымдағы, мысалы, Аягөз деген қыздың, ол да солай айтып көрді, ол да почтаға жібермей тұр дейді. Интернетте қостыңыз ба планшетті? Иә, онсыз болмайды. Просто былай істеуге болады, например, ертең бір уақытыңыз болса маған жіберген кезде ше, көрсетіп жіберсеңіз, потом мен Anydesk дегенде Play Market арқылы Anydesk-ті жүктесеңіз, приложение бар да, мен удаленно қосылып көрейін, қосылып тексеріп көрейін, ол мәселені қалай шешу керек екенін. Солай ыңғайлы болады да, мен сразу көремін мәселесі, қандай мәселе, сол қосымшамен қандай мәселе болып жатқан. Жалпы сол. Аха. Менің тағы бір сұрақ, сервер в классе дегенді интернетке қалай ойындарды ашса болады екен? Сол ойындарды бүкіл, мысалы, біз алдында тек қана мұғалімдер ғана
скачать еткенбіз ол сабақтарды. Бізге кім Әсем апай солай деген, тек қана өздеріңіз скачать етіп алыңыз, бүкіл сынып жаңағы скачанный урок деген бар ғой. Сабақтарды өздеріңіз скачать етсеңіздер болды деген. Енді кеше Алматыдан жаңағы апай түсіндіргенде бізге айтты, тек қана роутерді қосқан кезде төбеден қосамыз ғой, мысалы бірінші доғын қоямыз, ар жақтан сырттан келген сымға да тығуымыз керек қой, көк бір не доқты тығамыз ғой сырттан келген. Сырттан келген көк тоқ, оны міндетті түрде қосудың қажеті жоқ, себебі сіз өзіңіздің планшетіңіз бар ғой, мысалы оқытушының ше. Ол планшеттегі барлығы жүктелген болса, мағлұматтардың бәрі жүктелген болса, онда сол сіз роутерға Wi-Fi қылып қосқан кезде интернет жоқ болады, бірақ сіздерде жергілікті не пайда болады. Жергілікті сеть, локальная сеть орысша айтқан кезде. Локальная сеть арқылы, получается, барлық планшеттер бір-бірлерін көреді де, сол кезде сіз сервер классе қосқан кезде сервер болып, бұл ең главный планшет болып қалады. Қалғандары сол сервер бар ғой, планшет, который сіз жүктеген бүкіл мағлұматтар, сол жақтан тартады өзіне, когда приложение кірген кезде. Бірақ тарту үшін міндетті түрде сервер классы қосасыз ғой, қосқан кезде аналар подключение жасау керек барлығы. Енді оқушылардың планшетіндегі сабақтардың барлығын скачать ету керек па, міндетті ма ол? Оқушылардың қажет емес, именно сіздікі оқытушының планшетіне керек толығымен. Сол кезде сервер классымен жұмыс істеуге болады да, именно. Түсініңіз ғой, в общем, грубо говоря, жаңағы сервер в классе деген сол, получается, мұғалім деп елестетіңіз, мұғалім мысалы білім береді ғой оқушыларға. Дұрыс па? Білімін таратады. Сол сервер в класседе, сервер планшет, ол как мұғалім сияқты да, получается, өзінің мағлұматтарын береді тек қана. Аналар алады өзі. Тура сол принциппен жұмыс істейді да, сервер қалған планшетті клиент деп айтады. IT маманы, IT тілі бойынша. Ано сервер клиенттер, получается, постоянно өздерінің керек мағлұматты алады. Оны настроить үшін, получается, бірінші міндетті түрде барлығы бір Wi-Fi-да отыру керек, потому что бір-бірін көру керек қой. Сөйтіп бір Wi-Fi қосасыз, сосын алып жаңағы сервер в классені запускать етесіз жаңағы сервер планшетте. Сосын алып клиенттерді қосасыз. Доқты ғана тықсақ болды, бізге кеше апайдың Алматыдан келген ұстаздың айтқаны, доққа тықсаңыз, 3 свет жанып тұрса болды, қалған ар жақтан келген сымды қоспай қойыңыз деді. Солай болса болды, иә? Иә. Мен ол кісілерге просто көрсеткем, содан кейін солай болды. Бірақ Әсем апаймен сөйлескен кезде Түркістаннан, ол кісі 8-ақ планшет көреді деді. Мен айтам да, мүмкін емес деп, себебі біз Алматыда тексеріп көрдік, 16-17, хоть 20 планшет қосса да ол көтере береді. Себебі роутердің өзі негізі 64 устройствоға дейін енді көтереді деп жалып тұр. Негізі, бірақ практика жүзінде 20 планшет точно көтереді. Біз оған тексеріп көрдік те, толығымен. Түсінікті. Рахмет. Жақсы. Рахмет сізге, Назар. Рахмет. Ал енді осы екі сұрақты қалай шешеміз деген оймен сізге хабарласқанбыз. Онда ертең ба, осы аптаның ішінде ма бір кездері хабарласып, бағана QR жайында. Иә, оны міндетті түрде сұрап аламын. Қазір мен үйде болмай тұрмын да, үйде болсам көрсетіп жіберетінмін сіздерге, қалай практика жүзінде қалай жасау керек екенін. Жалпы қалай қосып. Айнығатты өстіп ұйымдастырып, сізге ссылка жібергенде қосылғаныңызға да рахмет. Бұйырса әлі де жалғасын табады деген ойдам. Осы жақсылап сервер в класседе қосып үйреніп алсақ, әрі проблема болмас. Рахмет сізге. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, Алия. Сау болыңыз. Сонымен бұйырса, сізге айтты ғой, ертең хабарласып көресіздер деп. Сіздердің номері бар ма? Назардың рабочий номері? Жоқ. Жаңа Әсем апайдан сұрасақ, Әсем апайда бар шығар. Изначально, енді ол мұғалімдер сіздер көпсіздер, ол яғни бір проблема, бәрінде бір проблема болып тұр ғой. Оның әрқайсыңыз жеке Назардан сабақ алып, оның бәрін қосып отырғаннан гөрі мүмкін жаңағы Әсем апайдың өзі үйреніп алса, иә?
Иә, кісіге иә. связьға шығып, осы сервер классымен QR деген осы екі вопрос шешіп алса деген ұсыныспен мен ол кісіге связьға шығайын. Номер бар, өткен алдыңғы сабақтарда өсіп конференцияға жолыққан кезде ол кісіде связьда болған. Ол күні как раз өздеріңіз болған жоқсыздар. Сол конференцияда танысып жүздескенбіз. Сол кісіге ертең бұйырса жұмыс уақытысында связьға шығып, осы бір момент уточнить етіп беріңізші деп сіздердің планшеттеріңізді атап өтетін боламын бұйырса. Бүгінгі конференцияға қосылғандарыңызға қуаныштымын. Рахмет. Өстіп тәжірибе алмасып, бір-бірімізбен бөлісіп отырайық. Бұйырса алдағыда әр айда бізде жоспарланған 2 конференция жүргізу. Өздеріңіз уақытыңыздың ретіне қарай, ыңғайына қарай бізге белгілі бір уақыт, белгілі бір күн белгілеп берсеңіздер болады. Бәріміз сол күнге конференцияға қосылатын болайық. Жалпы кешкі уақыт дұрыс бізге осындай уақытта ше негізі. Иә, кез келген уақытта ол деген бір жаққа пәлтеміз киіп шықпаймыз. Алланың берген берекесі, өстіп интернетпен ыңғайлы уақытыңызды айтып қойсаңыз ғана болды. Өстіп жақсылықты жүздесіп тұрайық. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.